Байқап қарасақ әлеуметтік желілерде бақытқа жету жолын көрсетемін, жылдан баюды үйретемін, күйзелістен құтқарам, түп санаңды түзетемін, бір айда жұлдызға айналдырамын, тез арықтатамын, шет тілінде сайратып жүремін деген секілді сан түрлі курс, вебинар, тренинг сатушылар, блогер, бизнес-тренер, коуч, психолог, мотиваторлардың жардамасы желді есіп, сауданың көрігін қыздыруда. Аңқау елге арамза молда демек олардың арасында елге танымал шоу-бизнес өкілдері, айтыскерлер де бар. Ауызекі тілде оларды инфасағандар деп атайды. Олардың жүздеген мың теңгеге бағаланған сабақтарынан жұрт тіпті несие рәсімдеп сатып алып, кейін қарызға белшесінен батып қалғанда жасырын емес. Елдің еңсемді көтерсем деген адал үмітін арам жолмен пайдаға айналдырғандарды қалай атауға болады? Бұлардың ешбір сүзгі мен қадағалаудан тыс өткізіп жүрген сабақтарының кесірінен талай отбасының шаңырағы ортасына түсті. Қарияның бір ауыз сөзі елді, күйеу ананың бір ауыз сөзі келінді тәрбиелеген ұлтымыздың отбасы құндылығын кім көрінген өзінше түсіндіріп, шаңырақтың шырқын алды. Өз тағдырын түзей алмағандар өзгенің киелді табалдырығына төрелік айтып бағуда. Ал олардың көп көсініп отырған сабақтары біздің ұлттық құндылықтарымызға, мемлекеттің неке және отбасы туралы заңына қаншалықты сай екендігін тексеріп, талдап жатқан ешкімде жоқ. Сөйте тұра, кейбір деректерде еліміздегі осындай инфобизнестің жылдық айналымы 500 миллион ақш долларын құрайтындығы айтылған. Болжам бойынша алдағы 5 жылда 2 миллиард ақш долларына жетуі мүмкін дейді. Айтпақшы, олар мемлекетке салық төлей ме екен өзі? Тіпті инфасығандардан мезі болған жұртшылық оларға тыйым салу мақсатында 2023 жылдың 23 қарашасында петицияда жариялаған екен. Өкінішке орай қараусыз қалса керек. Былтыр мәжіліс қабырғасында онлайн платформа және онлайн жарнама туралы заң жобасы қабылданды. Осы заңның әлі де болса орындалуы осал болып жатқандығын көріп отырмыз. Әйтпегенде біз көтеріп отырған мәселенің көбі дерлік аталған заңда бүге шігесіне дейін қамтылған. Ал жұртшылықтың қаржылық сауатын арттыруға бағытталған Аманат партиясының қарызсыз қоғам жобасының осындай дерттермен күресуге бағытталған іс-шаралары бір төбе. Осыны ескере келе, үкімет ең алдымен инфобизнес платформаларының мазмұны мен идеологиясын және заңдылығына, оны жүргізушілердің деректеріне мониторингті күшейтіп, заң бұзушылықтарға жедел әрекет ету қажет. Екіншіден, онлайн платформа және онлайн жарнама туралы заңға сәйкес жауапкершілікке тартуда уәкілетті органдарға тиісті уәкілеттілік толық берілуі тиіс. Осы уақытқа дейін аталған заң аясында қанша адам жауапкершілік жүктегені жайлы статистиканы ашып көрсету маңызды. Үшіншіден, бизнес тренерлер мен коучтер үшін арнайы кәсіби стандарттар бекітілуі тиіс. Төртіншіден, халық арасында интернет алаяқтардан, инфасығандардан қорғанудың амалдарын түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүргізу қажет.